Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар? Бүгінгі сабақта сіздерге Classroom Screen сайты туралы айтқым келеді. Бұл сайттың мүмкіншіліктері өте көп. Сайтқа кіруіміз үшін браузердің іздеу жолағына Classroom Screen деп жазамыз. Алғашқы тұрған сілтемеге кіреміз. Бұл жерге кіргеннен кейін Google аккаунт арқылы тіркелсек болады, немесе тегін жұмыс жасай беруімізге болады. Тегін жұмыс жасау үшін бастау батырмасын басамыз. Бізге осы күйдегі терезе ашылады. Алғашқы тұрған Background батырмасын басу арқылы біз артқы фонды өзгерте аламыз. Келесі пул батырмасын басу арқылы біз ABC вариантын, смайлик вариантын немесе ақиқат жалған вариантының бірін таңдап жұмыс жасауымызға болады. Бұл сабақта кері байланыс ретінде қолдануымызға болады. Education батырмасы қатарына біз сабағымызды қоятын сұрағымызды жазамыз. Мысалға, сабақ түсінікті ме? Иә, түсінікті. Түсінгім келеді. Жоқ, түсініксіз. Деген секілді. Мысалға, соңғы варианты бізге қажет емес болса, өшіру батырмасы арқылы өшіріп тастай аламыз. Енді оқушылар осы жерде тұрып, иә, түсінікті, түсінгім келеді, жоқ, түсініксіз деген секілді варианттардың бірін таңдай алады. Ары қарай. Рандом. Яғни рандом барлығымызға белгілі. Кездейсоқ баланың атын шығарып, содан сабақ сұрау барысында пайдалансақ болады. Мысалға, Арнат, Айман, Санжар, Мадияр деген сияқты есімдерді алайын. Енді осы жерден мысалға кез келген бір оқушының атын таңдап, сабақты сен айтасың деп таңдауымызға болады. Мысалға, рандомда Айман таңдады, Айман бірінші сабақты бастайды. Келесі. Мысалға, Арнат сабақты ары қарай жалғастырады деген секілді. Одан кейінгі тұрған батырма арқылы, яғни сабақта оқушылар шулап кетіп жатса, тыныштық сақтап зейінді өзімізге аударатын болсақ, осы жерге, мысалға, осы колокольчикті басып орындауымызға болады. Тыныш отырамыз. Мысалға, мынау бір айналып шығады. Одан кейін келесі сөзімізді, мысалы, тақтаға назар аударамыз деген секілді сөзді айтсақ болады. Оқушылар, тақтаға назар аударамыз деп колокольчикті соғып, оқушылардың зейінін өзімізге аударуға. Так, мынаның звугын өшіріп қояйын, ары қарай. Мысалы, текст батырмасын басу арқылы, бұл жерге сабағымызды тақырыбын, мысалға, бүгінгі сабақтың тақырыбы деген секілді, немесе мақсаты деген секілді бұны тақта ретінде қолдансақ болады. Үлкейтіп кішірейте аламыз. Немесе басқа да өзіңізге қажетті, басқа да мақсатта қолдансаңыз болады. Мұнда светофор батырмасы бар. Мысалға, светофордың қызыл түсі жанғанда мен сабақты бастаймын, сары түсі жанғанда сіздер сабақта айтасыздар, жасыл түсі жанғанда сабақты қорытындылаймыз деген секілді қолдансақ болады. Одан кейін осы жерде таймер бар. Яғни, топтық жұмыс, жұптық жұмыстарды берген мезгілде, мысалы, осы жерде уақытқа қойып алсақ болады. Мысалға, 3 минуттан кейін мен тапсырманы орындап, сіздерден қорытындысын сұрайтын болам деген сияқты біз орындап қойсақ, экраннан осындай сағат көрініп тұрады. Оқушылар осыған қарай өзінің жұмыстарын қорытындылап, аяқтап, уже міне 1 минут қалды, енді 30 секундтан кейін сабақ аяқталады деген секілді осындай уақытты көрсетіп қоямыз. Уақыт аяқталғаннан кейін тоже бізге сигнал береді.